Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін баклажан салатын дайындаймыз. Салатымызға керекті заттар: салат жапырағы, бринза, черри қызанағы, баклажан және соус песто, бальзамический крем, зәйтүн майы. Баклажанымызды осылай тазалап, сыртын барлығын аршып аламыз. Баклажандарымыздың сыртын аршып алдық. Енді баклажанды екіге бөліп, ұзыннан бірнеше бөліктерге бөліп, үлкендеу етіп тураймыз. Туралған баклажандарымызды бөлек ыдысқа саламыз. Ал енді черри қызанақтарын екіге бөліп тураймыз. Туралған қызанақтарымызды бөлек ыдысқа салып қоямыз және бринзамызды үлкендеу етіп турап аламыз. Табамызға май құйып қыздырып, қызып тұрған майымызға баклажандарымызды салып, екі жағын әдемілеп қызартып қуырып аламыз. Баклажандарымыз осылай әдемі болып қызарып пісті. Енді оны бөлек ыдысқа салып аламыз. Салатымызды енді барлығын жинаймыз. Ыдысымызға баклажанымызды саламыз. Оның үстіне бринзамызды саламыз. Осының үстіне черри қызанақтарын саламыз. Және микс салаттарымызды саламыз. Енді салаттарымыздың барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Салатымызды араластырдық. Енді соусымызды жасаймыз. Песто соусы 1 ас қасық, оған 2 ас қасық зәйтүн майын салып, жақсылап араластырамыз. Песто соусында тұзда дәмдеткіште болғандықтан салатымызға тұз салмаймыз. Осылай салатымыздың үстіне соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Соуспен салатымызды араластырдық. Енді салатымызды ыдысқа саламыз. Ол үшін ыдысымызға астына салат жапырақтарын салып, үстіне әдемілеп салаттарымызды саламыз. Салатымыз осылай дайын болды. Үстіне қапқа салынған бальзамический кремді осылай сеуіп шығамыз. Көк шөптер қосылып жасалған баклажан салатымыз дайын. Салатымыз дәмді әрі әдемі, әрбір дастарханға ерекше сән береді. Сіздермен болған Әсем. Мен каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.